сабақтарымызға қош келіпсіз. Жалпы бүгін бірінші сабақ, және бүгін бірінші сабақта біз не үйренеміз? Жалпы соны шолып өтейін. Домбыра үйренушілерге бір кеңес, соны айтып өтейін. Жалпы бүгінгі сабағымызда біз сандық жүйе дегеніміз не? Және де осы сандық жүйе арқылы қалай әндерді, күйлерді үйренуге болады, соны үйренетін боламыз. Және біздің видео сабақтарымыз, онлайн домбыра курсымыз қалай өтетінін айтатын боламыз. Жалпы содан бастайын. Біз сіздерге арнап сандық жүйе арқылы, яғни бір жүйе арқылы 50 ән күй дайындап қойдық. 50 ән күй. Енді сіз яғни бір жүйені үйрену арқылы, сандық жүйені арқылы үйрену арқылы сіз 50 ән күй үйреніп шыға аласыз. Және ары қарай да өзіңіз қалаған ән күйіңізді үйреніп шығуға мүмкіндігіңіз бар екен. Енді біз сандық жүйе дегеніміз не? Соған тоқталайық. Сандық нота дегеніміз ол қарапайым ноталарды, яғни музыкалық мына ноталарды сізге берсек қазір әрине бұны түсінбейсіз, ол анық. Енді осы ноталарды алдық та біз қарапайым барлығы түсінетін мынандай сандарға ауыстырдық. Яғни ноталардың орнына сандарды жаздық, ауыстырдық. Былайша айтқанда ағылшыннан қазақшаға аудардық. Осы жүйені осы бір сабақтың ішінде үйреніп алып, алдағы уақытта сіз еш нәрсе жаттамай, еш қиындықсыз ән күйлеріңізді үйрене аласыз. Енді өйткені нота үйрену көп домбыра үйренушілердің арасында қиындық тудырады. Және ол бір белгілі бір уақыт алады. Сіз бірінші домбыра үйреніп алып, одан кейін барып нота жаттағаныңыз, ол сізге оңайырақ болады. Сондықтан да біз осы жүйені жасадық. Енді біздің бұған арналған кітабымыз бар. Бұны үйрендім, бір-екі әнмен тоқтап қалам, одан артық сандық ноталарды қайдан табам деген сізде уайым болмайды. Өйткені біз видео сабақтарымен және де сонымен қосып кітабын дайындап қойдық. Сіз сол арқылы үйрене аласыз. Енді кеттік, бастайық. Сандық жүйе дегеніміз ол жаңа айттық, ноталарды сандарға айналдырдық. Енді арасында бір-екі белгілері бар, ол төмен жоғары қағыс деген сияқты. Енді бүгінгі сабағымызда біз Happy Birthday деген әнді үйренеміз. Енді соны бірінші тартып өтейін. Енді осы әнімізді үйренуді бастаймыз. Ең бірінші біз бұл әніміздің қағысын біліп алайық. Бізде қағысы ол бас бармақтың көмегімен астыңғы шек, яғни астыңғы шек дегеніміз мынау астында тұрған жіпті айтамыз, ал мынау үстіңгі шек. Мынау астыңғы шек, мынау үстіңгі шек. Енді кеттік. Бас бармақтың көмегімен астыңғы шекті былай шертіп отырсақ болады. Астыға қарай төмен, яғни төмен шертіп отырамыз. Енді кеттік. Бірінші бізде көріп тұрғандарыңызда П деп тұр. Ол П деген мынау қағысы, яғни үстіндегі ол бізде ең үлкен үстіңгі қағысы деген сөз екен. Енді қараймыз. Бізде мына жерде 0-ден 0 деп тұр. 0-ден 0 дегеніміз ол астыңғы және үстіңгі шек. Яғни бөлшектің асты ол үстіңгі шек, бөлшектің үсті ол астыңғы шек, яғни керісінше екен. Енді біз осы жерде аламыз 0-ден 0 бірінші, ол яғни ешқайсысын баспай, қолымызды ашып тұр, төмен тартамыз. 2 рет 0-ден 0 жазылып тұр, 2 рет П деп жазылып тұр, значит 2 рет тартамыз. Төмен, төмен. Келесі бізде 2. Үстінде бөлшектің 2 деп жазылып тұр. Ол дегеніміз бізде астыңғы шекте мынада, мынау пернелеріміз, біздің 19 перне бар. Осы жерден санаймыз мынадан бастап. 1, 2. Перненің осы жерінен ұстағанымыз дұрыс. Мына жақтан үсті жағынан ұстау, орта жағынан емес, ортасынан төмен жағынан ұстағанымыз дауыс таза шығады. Енді осы жерде төмен бір қағыс тартамыз. Яғни шертеміз. Және қайтадан 0-ден 0. Келесі бізде
5. 5-ci перне санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Оны мына екінші саусағымыздың көмегімізбен аламыз. Екінші саусақ деген себебі үстінде бас бармақ үстіңгі шекте жүреді. Енді мына 1, 2, 3, 4 болып саналады екен. Яғни мынадан бастап 1, 2 деп саналмайды. Мынадан бастап 1, 2, 3, 4. Мынау бас бармақ үстінде жүреді. Бұл шығармамызда бізде бас бармақты пайдаланбаймыз, тек астыңғы шекте ойнаймыз. Келесі бізде 5. Екінші саусақпен 5-ci пернеден төмен, және келесі 4. 4-ci перне 1-ci саусақпен төмен. Бұл бірінші қатары, осыны қосамыз. Келесі екінші қатары, тағы да 0, 0, яғни 2 рет. Келесі бізде 2, яғни астыңғы шек. Ол бөлшектің үстіне жазылып тұр. Төмен, және ашық 0, 0. Келесі бізде 7, яғни санаймыз тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұны 4-ci саусақтың көмегімен аламыз, ең кішкентай саусақтың төмен, және 5, 1-ci саусақпен тағы да төмен. Келесі бізде тағы да 2 рет 0, 0. Ашық яғни. Келесі 9, тағы да 4-ci саусақпен аламыз. Және 5-ке барамыз 1-ci саусақпен. Одан кейін 4, 3 рет. Яғни 0, 4, 0, 4, 0, 4 деп бізде 3 рет жазылып тұр. Сондықтан біз 3 рет тартамыз. Және 2, 0. Бұл 3-ші қатары болатын. Енді бізде соңғы қатары, ол 10-ci пернеден басталады. Яғни қателесіп қалсаңыз, тағы да басынан санап түссеңіз болады. Уақыт өте келе бұл сізде жатталып қалады. Сіз еш қиындықсыз табатын боласыз. 10 бізде 4-ci саусақпен төмен, төмен. Келесі 9, 3-ші саусақ, және 5, 1-ші саусақпен, 7, және 5. Осымен біздің бұл әніміз аяқталады. Және басынан бастап қосамыз. Бұл сабақта біздің үйренгеніміз, яғни А деген ол астыңғы шек екен. Енді Ö деген ол үстіңгі шек екен, яғни астыңғы шек мынау бізде, үстіңгі шек мынау. Үстіңгі шек, яғни мынау, бізде. Астыңғы шек мынау. П дегеніміз ол төмен деген қағыс екен, яғни ол шетке ойнаған кезде бұлай ойналады. Ал 2 оң қолмен ойнаған кезде 2 саусақ қосып, 2 шекті қосып, ол бұлай болады, төмен. Осымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Осы сабақты қайталаңыздар. Және келесі сабақта біз жоғары қағысты үйренетін боламыз.